Сәлеметсіздерме? Мен бүгін сіздерге әйелдер шаштаразына керекті заттармен таныстырамын. Әйелдер шаштаразы болу үшін бізге ең бірінші қайшы қажет. Мен мынандай қайшы аламыз. Қайшыдан бастаймыз. Мынау түзу қайшы және мынау филировочный қайшы. Мынау шашты түзу етіп қиған кезде керек, ал мынау шашты жұқартатын кезде керек. Жұқартатын қайшы. Одан кейін мен және мынау германский қайшыны қолданамын, түзу қайшы. Одан кейін бізде тарақ керек болады. Тарақ таңдаған кезде мынандай тарақ қолданыңыздар. Мен өзім осылай кеңес беремін. Себебі мынаның ұшыменен көп нәрсені былай алуға болады. Және мына тарақты қолданамын. Бұл тарақтың бір жағы ірі, бір жағы майда. Одан кейін тарақтар жағы. Мына тарақтар шашты кептіретін кезде қолданатын тарақ. Бір жағы жіңішке, бір жағы ірі. Ал мыналар брашинктер. Мынау ең ұзын шашты кептіретін кезде қолданатын брашинк. Мынау орташа. Мынау қысқа шаштарды укладка жасаған кезде қолданатын тарақ. Ал мынау ең қысқа шашқа қолданатын брашинк тарақ. Ал енді мынау жұқартатын, шашты жұқартатын лезвиесі бар қайшы тарақ. Енді ал мынау прическаларға керекті тарақ. Мысалы, мынау қысқа шаштарды кептіріп укладка істеп болғаннан кейін мына тарақтың тарап-тарап формасын көрсетеміз клиентке. Ал мынау ірі тарақ. Мысалы, локон жасаймыз, бюралаймыз. Сондай кездерде тарап-тарап жерсе, бюраларымыз кәдімгі естественно шаш құсап тұрады. Сол кезде қолданамыз мына тарақты. Ал мынау начес жасайтын тарақ. Укладка істегенде, прическа істегенде осы тарақты қолданамыз. Вилка тарақ деп айтамыз бұны. Одан кейін шаш қиятын кезде, бізге ең короткий қысқа шаштарды қиятын кезде, мынадай кішкентай не керек? Удочкалар керек. Мынау удочка деп айтамыз. Одан кейін ірі удочкалар. Бұлар міне ұзын шаштарды. Әйелдер шаштарын укладка істейтін кезде басын жуғаннан кейін мынадай мусс қолданамыз. Если короткий шаш болса, мынадай мусспенен көтерсек, ол ұзақ уақытқа дейін түсіп кетпейді. Осы муссты қолданамын. Одан кейін егер шашы қазіргі кезде көп адамдардың шашы осветленный, сложно окрашивание істетілген, ондай шаштарды мысалы шатысады. Укладка істейтін кезде басын жуып, мына жуып кептіретін кезде мына спрей кондиционер бұл шашты жұмсартады. Яғни осыны сеуіп, шашын тарап жіберіп, укладка жасайтын болса, тез таралады. Өте ыңғайлы болады. Одан кейін мына сиостың прелесть лакы. Осыны себем, прическа, жаңағы локон істеген кездерде осыны қолданамын. Одан кейін мынау Воллендікі. Волленнің прелесть лакы. Бұл прическа істеген кезде начес жасап, үстінен тараймыз ғой. Сол кезде осыны сепсеңіздер, жылтырап, жылт-жылт етіп тұрады. Любой прическаны істеп болғаннан кейін үстіне осыны сепсеңіздер, Волленнің прическа несі лакы, осыны сепсеңіздер, өте әдемі жылтырап тұрады. Одан кейін бас жуған кезде мен профессиональный бессульфатный шампуньды қолданамын. Просалондікі өте жақсы, шашқа пайдалы, ішінде әртүрлі майлары да бар. Одан кейін маска бальзамды қолданамын. Ал прическа істегенде, мысалы утюжокпен істегенде, корейский утюжокты қолданамын. Осы менде екі утюжок бар. Біреуі осы корейский утюжок. Одан кейін біреуі Мак деген фирманікі. Қазір кезде шыққан осы 350-400-ге дейін
қызады, өте жақсы. Қалың, бұйра, қатты шаштарды да бұйралайды. Көбінесе мен осыны қолданамын. Локон істегенде де утюжокпен әртүрлі жұмыс жасағанда осыны қолданамын. Одан кейін конус, плойка конус. Бұны жаңағыдай майда бұйра істеген кезде қолданамын. Ал мынау гофре. Кез келген